Фармаси ол негізінде түркі елінің, Турцияда жасайтын сондай бренд да. Сондай брендовый косметика вообще номер один. Өз елдерінде ол бірінші. Фармаси туралы мен бүгін адамдар айтады да, мен қазір қарап алайын дейді, ютубтан қарайын дейді, ChatGPT-дан қарайын дейді. Бәрінен қарап өткенде біздің фармаси көп адамдардың сынағына өтіп жатыр, қандай компания, шынымен Турция ма деп та. Қайткен күнде де білеміз, Қытай дейді дамып кеткен ел, дегенмен де Қытайға деген адамның сенімшілігі де бар, ол жақта прям жақсы заттар да бар, бірақ жаңағы резко поделка жасай қою да бар оларда. Сондықтан да жаңағы кішкене болса адамның жүрегінде күмән болады Қытай дегенде. Ал мына именно Турция өзіміздің заводтарын прямо өз көзімен көріп келген лидерлер көріп отыр да, мысалы айтқанда. Салыстырмалы түрде біздің мына қазақстанский проектілермен маркетингін салыстырмалы түрде де екі есе, үш есе жақсы. Біздерде бір салыстырмалы түрде дейтін көп адамдар салыстырмайды, біздің бақытты спонсорымыз ол постоянно салыстырмалы түрде айтып отыр. Салыстырады отырады постоянно. Например, сат компаниясын алып салыстырады. Ол жақта директор жауы 2,5 миллион, оны директор жауы үшін 6 ай 2,5 миллион ұстау керек. Одан тағы да бір условие, кіру құны 50 мыңнан асады. Нет, кіру құны 50 мың емес, 25 мың ба, 26 мың ба сондай. Сондай, в общем, ұзындығы. Бірақ енді рынокта сат деп жатыр, дегенмен. Бірақ енді ол жақтан директор статус қиындау. Товарын білмеймін, себебі мен өзім қолданған жоқпын, сосын да көп айта алмаймын. Оның да товары Китай. Қайткен күнде де қазақстандық бренд дегенмен, ол Қазақстаннан шықпайды. Бізде бәрібірде айналдырып келгенде осы сояқтан заказ беріліп алып атқан зат. Енді біз мақтан тұтамыз өзіміздің компаниямыздың сондай керемет осы фармаси брендінің өзінің мұсылман елінен шыққан сондай қуаныштымыз, осындай жақсы. Еще маркетингі, егер де действительно біз жерде енді 3 түрлі адамдар, тұтынушылар болады, тұтынушыға айтатынымыз, тұтынушыда өте жақсы заттың товарын алады, кімге ұсынсаң да сен жақсы зат ұсынасың. Мен айтар едім, біреуге, даже мен өзім, жалпы біреуге сыйлық беріп атқанда да, мен өзіме ұстамайтын сыйлық бермес едім, лучше сыйлық бермей отыра берер едім. Ал мына жерде де біреуге айтып атқан кезде де бізде енді звондап айтамыз, ол күнде анаға айтамыз, мынаға айтамыз. Біздер енді маркетинг шақырып атқан адам болғандықтан. Тұтынушы қылып шақырсақ да затқа біздерде ұялмай ұсынатын зат. Тренд, шампундарымыз да жақсы, каштан гельдеріміз де жақсы. Сондай. Енді бұл жерде бүгінгі енді қазір бірінші күнгі темама ақша жөнінде болғандықтан, бұл жерде қалай ақша жасаймыз, Біздер, например, қазір фармаси енді біліп жатыр, Арифлейм емес, 60 жыл болған, 40 жыл болған, Эмбей емес, 60 жыл болған. Біздің брендті көп адам естімеген. Я не слышал деп келіп тыңдайды да көбісі. Біздерде көбінесе, особенно Қазақстанда көп дамымаған. Қазақстанға тек 2 жыл болған, бұл жерде қазір Татарстан, Европа, Америка қатты жұмыс жасап жатыр, Ал басқа компаниялар, например, енді тілім тиетін шығар, тисе де Гринлейкте, Массасат компаниясында Америкадан жасап жатыр дегенді мен естіген жоқпын. Ал біздің осы фармасидің да фармасиді Америка, Колумбия, Бразилия, мен барлық инстаграмдан подписалсыз. Украина, Татарстан, Белоруссия, Россия, сондай елдердің барлығы жасап жатыр. Себебі әрқашанда енді біздерде енді қайткен күнде де не қылады, төмендетеді ғой, не деп. Жаңағы дамымаған елдердің қатарысындар деп те, аздап дамып қалған дейма сондай. Сондықтан да қазіргі менің атап отқан елдерім уже дамып кеткен елдер. Яғни олардың барлығының адамдар ақымақ емес қой, жаман затты олар өтіп көтере алмайды. Мысалы айтқанда, мен өзі март айынан бастап келдім. Март айынан келдім осы жаққа.
бірінші 20-30 адамға айттым, өзім айттым бір 10 шақты адамға, ол адамдар айтты. Иә, март айында бәрі деп алды, иә. Енді біреулер сыйлағанын алады, біреулер көңіл үшін алады. Мен де бүгін біреудің көңіл үшін барып келдім де бір жерге. Қой, маған жалпы ол товар керек емес еді, бірақ енді көңіл үшін деп бардым да бүгін. Сол сияқты көңілім үшін деп келер, иә. Маған енді келесі айда, например, ол адамның заты ұнамаса, шампунь ұнамаса, қайта көңіл үшін деп ай сайын бара бермейсің ғой, например. Ұнамаса зат. Действительно, вот шампундары шашты ашпаса, шашымыз түскен тоқтамаса, жаңағы каштангелдер кешеме вообще благодарен, до сих пор благодарен. Доктор Туна бір аунап тұрған шығар. Қатты қуандым ғой. Мен ойладым, антибиотик алам ба, врачқа барам ба, травматологқа барам ба деп жүргенде, қазір кешке тағы жағып жатам. Профилактикаға қазір, тем более біздің неде да, сезон ғой енді қазір. Бұл бір жағынан лечебный да каштанымыз. Енді қайта ала бермейді ғой адамдар, егер жақсы зат, жаман зат болса. Шетелдің, өркениетті елдердің адамдары ол қайта не қылмайды. Жаңағы олар дампайды ғой, егерде уровень низкий болса. Негізінде бір естіп қалғаным, енді көрген жоқпын, жалпы шетелден келетін заттар Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстанға низкокачественный береді да. Например, тамақ пісіріп жатасың, бүйтіп қонақтарға әдемі саласың да, өзің соңғы жағына өзіңе простой еттің де кішкене нелерін бүйтіп сала саласың, мысалы айтқанда. Сол сияқты қылып біздерді сөйтеді деп естідім, қайдан білейін, көрген жоқпын. Бірақ енді қазіргі мына біздің фармаси дейтін тренд, қазіргі таңда брендовый компания, ол шетелден басталды. 125 елді дамып кеткен елдердің барлығы жасап жатыр. Декоративный косметика, лечебный каштангелдер, глюкозамин, хондроитин деп бүгін Түркменстан естіп алған, біреу арқылы. Ол уже маған отзывтарын жібер, заттарын жібер, қанша еті товар жіберетін ғой, уже сұрап жатыр да. Көп адамдар білмейді екен. Мен өзім бәрі білетін сияқты болып тұрады, бірақ менде уже десятка адам, біз білмейміз, келші деп жатыр ертең біреулер, иә, мысалы айтқанда. Ол егерде ол дым әсер болмаса, өзім әсер болмаса, мен ондай жерге бармас едім, иә? Ұялам ғой баруға. Сондықтан да біздің заттардың өзі керемет. Сол. Енді маркетингіне келсек, маркетингі бізде классика. Мысалы айтқанда, сен бір ай бойы сен үкіметтік жұмысына бардың, иә? Бір ай бойы үкімет жұмысына бардың, сен давайте 200 мың айлық алдың дейікші. Бірақ сен бір апта ауырып қалдың, или жұмыстан шығып кеттің, саған ол 200 мың келмейді. Иә? Бірақ сен бір ай бойы сондай сапалы жұмыс жасадың да, прямо. Енді сендерде екеуің бір банкте менеджер дейікші да, сен көп клиент алып келдің, обслужить еттің, ана отчеттарын жасадың, күшті қылып жұмыс жасадың да. Бірақ қасында отырған адам саған сыртып тастайды, кішкене сачко ойды да, жасамайды. Бірақ екеуіңнің айлықтарың айдың аяғында 200 мың болады. Сен де 200 мың аласың, сачка өйтіп, бүйтіп, жұмыстан кейін не қылып қалып, отчет тікпей, бүйтіп жүрген адамның өзі де 200 мың алады. Сен қанша беріліп, түнімен қалып қойып жұмыс жасасаң да, бастық грамота жазып береді біздерде, бұрын грамоталар болды, мадақтау грамоталары. Болды, басқа ешқандай кейде рахметті алмайсың. Ол сенің жұмысың ғой дейді. Болды да, мысалы айтқанда, 4-5 сағатқа кейде артық не қыламыз, жұмыс жасап қоямыз, оның бәріне ешқандай төленген жоқ. Мен өзім 15 жыл өтті, 15 жыл жұмыс жасадым өзімнің өмірімде. Сол. Ал бірақ енді адамдар өмірлерінің 40 жылдап үкіметтік жұмысына берген адамдар бар. 40 жылдап, 50 жылдап үкіметтің жұмысына беріп, бірақ пенсияда шыққанда ничего нет. Не пенсияға шығып путешествие барайын десе, жаңағы путешествовать ететін ақша жоқ. Баяғы айлығы миллион болса, қазіргі айлығы 200, пенсиясы 200 мың. Сол. Мен айтар едім үкіметке, қазір айлықтан 200 мың қылып, пенсияға шыққанда миллион қылың деп. Потому что пенсиядан мен барып, өзінің бұл өмірден кетеміз ғой бәрі. Соңғы шақтарында шетел қыдырып, денсаулықтарын қарасын деп. Солай өзгерту керек негізінде.
Сол сияқты біздерде де бір не бар да, бір сөйтіп өмірін прямо үкіметтің, мен айтпаймын жұмыс жасамаңдар деп та, жасаңдар, бірақ енді мына ащы шындықты естіңіздер қайткен күнде де. Себебі қайткен күнде де қосымша табыс керек. Сен может мүмкін магазин ашарсың да, мүмкін жаңағы тағы бір екі үш жерге жұмыс жасасаң, 2 есе денсаулығың кетеді. Тек бір есе кетсе бір жерден жұмыс. Енді жаңағы айына миллион табам деп 2-3 жерде жұмыс жасасаң, 2 есе көп кетеді денсаулығың. Ал бизнес ашудың өзін білесіздер ғой, бизнес ашудың өзі де оңай зат емес. Енді ең оңайы дер едім, осы сетевой маркетинг. Ең оңайы соның ішінде қазіргі таңда легальный, ұйқыңда тыныш, тамағыңда адал, ол фармаси дер едім. Себебі бір айда біздерде сол, бір ай бойы біз қазір қанша жұмыс жасаймыз, сонша айлығымызды бізге, например, директорлар 300 мың айлық алады. Еще 3 ай бойы директор жасасаң, 500 мың премия аласың, тағы 2 ай істесең, Турцияға путевканы береді. Қандай кең, я? Қандай не? Бірақ бізде тек 300 мың деп шектеліп қалған жоқ директордың. Сенің мына бірінші линияңда қанша көп адам, сонша не? Сенің бірінші линияңда, например, 20-30 адам болшы да? Оның біреуі директор болса, сен бронзсың, екінші директор болса, золотойсың. Мына құртайлар директор емес, біреу 2-3% берді, біреу 6 берді, біреу 8 берді, біреу 9 берді, 12 берді. Соның бәрінен ақша. Мына фармасида да сен даже золотой директор статусына бармай-ақ, сен 500 мың айлық аласың ай сайын. Золотой сен. Себебі мына бірінші линияңды көбейтіп. Золотой директорлар қазіргі таңда 400 мың алып отса, сен золотой директор емес, простой директор болып, сен миллион теңге табыс аласың. Себебі фармаси бренді сондай қарастырып қойған не. Сен бірінші линияңда көп адам болса, бірінші линияңда бір аптада да 25-26 адам жазсаң, саған компания адам жазып береді дейді. Компания адам жазып береді. Вот сондай да бар. Сондай мүмкіншілікті беріп отыр да фармаси. Сен бірінші линияңа бар ғой, 20-30 адам жаз. Не обязательно, даже өзің директор болмай-ақ қой, сен директордың айлығын аласың. Түсінесіздер ме? Сондықтан да мына бірінші линияларында көп айналып отыр, сен простой директор болып отырып, сен ана золотой директордың айлығынан да көп аласың. Біз 300 мың деп стандартын айтып отыр. Ол 5 мың директордың ақысы ол 300 мың. Вот. Сондықтан да бұл жерде дейтін, және де тағы да бір вариант бар, я. Сен, например, жыпырлатып адам жаза алмасаң да, жыпырлатып неше мыңға саттың сен. Сен, например, 1 миллион теңгеге өзің сатып келдің, я. Бір мекеге барып 200 мыңға сатып, тіркелмейміз, 200 мыңға алып келді. Бір мекеге барып 300 мыңға алдың. Өзіңе ұрып жібердің. Өзіңнің кабинетіне. Саған автоматически 400 мың айлық шығады. Себебі мына личный продажың обычно басқа компанияларда да біз бұрын бүйтіп тіркелетін едік. Бірінші құрттай ақшамен тіркелеміз 20 мыңмен. Сосын баламызды, жолдасымызды тіркейміз 500 мыңмен. Потому что мына 500 мыңның объем өзімізге түсу үшін. Ал фармасида олай емес. Сен өзің бір ай бойы дырылдатып сатып келген продажың өзіңе қиып жіберсең, өзіңе айлық түседі. 3%-тен 25%-ке дейін айлық түседі. Түсінесіңдер ме сіздер? Сондай керемет маркетинг бұл жерде. Қанша саттың, сонша саттың. Келесі айда сенің статусың тұра береді, бірақ бал кетеді. Бірақ бал кеткенмен келесі айда жаңағы продажыңды жалғастыра бересің. Енді үкіметтің жұмысына барсаңдар, бармасаңда сен айлық алмайсың ғой. Ал бинар дейді да, бинарда накопительный дейді. Бинардан қателеседі адамдар. Накопительный болғанмен, ол жерге сіз жаңадан адам апармасаңыз, ол бинардан да ақша алмайсыз сіз. Ол жерде просто адамдарды не қылады да, аймай активация жоқ, тек келе бер дейді. Ол, например, бинарлы компания, бір компания жұмыс жасадым мен бір кезде. Сол бір компанияның 39 саунасын сатқанда бір қыз.
сол кезде алды айлық да, сол айда. Енді келесі айда неге алмайсың десем, мен тағы да 39 танысымды қайдан тауып аламын дейді. Сонымен бинар накрылся. Көп адамдар бинар болды. Бір сатасың болды, адам кетеді болды. Сен бір сатқаннан одан да классикамен әрбір адамға бизнес ашуды үйреткен, ол өте тиімді. Мен өзім сразу адамды бизнеске шақырамын. Бүгін маған бір апай шықты, заттарыңды алып, мен сізге аккаунт ашамын дедім, сіздің сатқан балыңызды өзіңізге құямын деді. Мен сразу бизнеске шақырып жібердім да ол кісіні. Мен бүгін сөйтіп 2 адамды бизнеске шақырдым сразу. Вот. Сондықтан да бұл жерде дейтін нақты негізінде адамды бизнеске шақыру керек. Сіздер действительно любой продажа жоқ, нағыз данныйымды бермеймін, мен просто біздерде дейтін легальный компания болғандықтан, мен, например, Рита деп тіркеле алмаймын. Мен тек Рита деп нағыз адам тіркелмей деп жатса, онда соның продажасын өзің кабинеттен қойда айлық қылып аласың. Түсінесің ма? Сондықтан да бұл жерде классика лучше. Бинардан бәрі айтқан күнде де классика лучше. Себебі классикада біздерде бір адамға 4 ай мотивационный шаг бар. Қазір мендерде немізді көрсетейін. Мен маркетингті бар ғой, апта сайын айта берем, не то, что мен ұмытып қалып отырмын да. Жоқ, мен адамдарға сіздерге айтып отырмын, қайталай бер. Мен өзіме осы маркетинг қайталай бере, мен миымды сендіріп жатырмын, мен миымды. Өзімнің миыма өзім прямо не қойып отырмын. Жаңағыны айта берем. Себебі адамның миы сеніп қалды ма, уже өмірінде автоматически ол орындалады. Сол. Адамның когда миы сеніп қалған кезде, мына тело, мына дене автоматически әрекетке кірісіп бастайды. Себебі біздің барлық бізбен управлять ететін ми. Иә? Сондықтан да мен, например, осы маркетингті айта берген сайын, трансляция не жасап жіберейін. Аптасына 1 рет айтамыз осы маркетингті да, прям қазақша, өзіміздің тілімізше, да, вот действительно. Қазір. Вот. Мінеки. Мен бұл жерде тағы бір деталь қосқан жоқпын, бір жақсы не бар еді, қосармын. Мінеки, біздерде мүмкіншілікті осы біздің компанияда үйрену. Негізінде мына біздерде пенсияда отырғандар, домохозяйкада біз үйретеміз. Бұл жерге келген кезде адамдарды үйренуге келеді, е? Мен керек болса, мен айтып жатырмын да, біздер енді қазір қайталарда біздерде сабақты өткіземіз, е? Үйренем деген ниеттенсе, адамды үйретеміз. Сосын тұтыну, яғни біз өзіміз жақсы заттарды қолданып жатырмық. Үшінші адам шақыру. Ең оңай адам финансовый ямке түсіп кеткен кезде, например, да, әртүрлі адамдар, әртүрлі жағдай болады ғой. Единственное, сен шыға аласың тек сетевой маркетингпен. Себебі сен дейтін қазір бір жерге жұмысқа тұрсаң, оны сенің ойлағанда айлық бермейді. Ал егер де сен нағыз жаңа бизнес бастаған келсе, қойшы, мен біреудің қазір бір жерге жұмысқа кірсең, өзіңнің кішкентай балда сенің бастығың, соларда сөйлесіп тұрам ба деген сондай сезімде боянсаңыз, сіз бізге келіңізде бизнес бастау бар жоғы 20 000 теңге. 20 000 теңге салып, сен үлкен жаңағы 500 000, 400 000, 700 000, миллион премиялар алу мүмкіншілігі бар сізге. 20 000 теңгемен. Тіпті адамға күлкілі да, мысалы айтқанда. 20 000 теңгемен бизнес бастау, ол только фармасида. Қазір әрбір есікті қақып барыңыз, даже элементарный феврилге 50 000. А 20 000 ол қай-қайсымызға да қол жетімді. 20 000-ға біз не аламыз, иә? Негізінде осы компанияға келгенде мен осы меняем на обычный магазин, например, осы кезге дейін, например, біз алдық қой, мен туалетімді тазалап жатырмын, полды да жуып жатырмын, иә? Осы кезге дейін біздер
Мысалы айтқанда, не қылған жоқпыз, қалай айтады, осы химикатты да шампунды да алып жүріп па, терезені де жуып жатырық. Но біз тек супермаркеттен спасибо за покупкадан басқа только на спасибо өмір сүрдік. Иә, тек рахметке болды. Ал именно онлайн магазин фармасида біздерде біріншіден, ең біріншіден сапа. Керемет мықты сапа. Мировой уровеньдегі сапа. Бизнес.com-да эксперт сайты бар. Көп сетте жүрген адамдар ол сайтты білет. Сетте жүрмеген адамдар да білет. Ол уже Америкада сондай неподкупный, о жерге ешкім тұра алмайды. Жаңағы просто так. Соның проверкасы өткен мировой уровеньге шыққан АА+ сертификатын алған сондай керемет бренд. Иә? Енді осы мына жасымыз біреу 49-ға келді, біреу 32-ге келді, біреу 20-ға келді, біздерде партнерларымыз. Қаншаға келсеңдер де, біреуміз 70-ге келдік, біреуміз 65-ге келдік. Қанша дегенмен біздер жуынып шайынып жүрген. Жуынып шайынып жүргенімізге бізге ешкім сол заттарыңыз үшін не бермейді. Жаңағы айлық беріп көрген жоқ. Мен қазір қуанам, осы кезге дейін қазір ваннамда толып тұр, гардеробымда толып тұр, өзімнің жаңағы косметикалармен. Білем айты, осыларды алғанда мен айлық алғанымды. Осы кезге дейін мен 2,5 миллион айлық алыппын, осы кезге дейін. Енді осы айлықты қосса, уже почти 3 миллиондай алған болады. Себебі мен не істедім? Кімдерді шақырдым? Ең бірінші мен өзімнің жаңағы біздің семьяда бір 2 адам бармыз, Рима, Рита дейтін. Апамды шақырдым. Ең бірінші эксперт ол Рима. Мына шампунмен Рима жуып кеш, осылай айттым. Осы шампунмен жуып кеш, осы шампун жақсы болса, осы бизнес жасап кетейік дедім, болды. Тек бір ауыз айттым, болды. Римаға 1-2 күннен ұмытып кеттім, шампун қалай мынау кеттік дедім. Тек осылайды алдық та, резко алдық та, затынан, мен ана каталог ішіне кіріп бастадым. Бірден 18 мың қалды ба, 20 мың қалды ба? 5 сат алдым, бет бөлдім. Рақат дейік бұл. 18 мың 5 сат алсам, мынандай бренд. Сосын изучать етіп қарадым, компания вообще намного серьезный екен, чем менен гөрі. Содан сіңлім айттым. Одан кейін көршіме айттым. Міне, тап осы мына списоктегі адамдар менің таныстарым. Осылардың бәрін айта отырып, мен алыстан арбалап адам іздеген жоқпын. Ойбай, Алматы қайда, не қайда деп. Осы айналамыз бәріміз. Барлық адамдардың, мен әйтеуір бір не қылғаным, бұл жерде адамдарға мен осы кезге дейін енді 16 жыл болды сетте жүргеніме. Жаңағы көптеген адамдарды көрдім, жаңағы не қылатын. БАД ішпейтін адамдар бар, витамин ішпейді, ең соңында конец жизни уже 60-тан кейін ауырып бастайды, потому что оған дейін организмін витаминдермен подпитывать етпейді. Себебі сенбейді, ақша жоқ дейді, әрқашанда әртүрлі сылтау айтады. Негізінде адамға істегісі келмеген адамның ол сылтауы көп болады. Ал именно фармаси жуынбайтын адам жоқ қой. Жуынбайтын адам жоқ. Біздерде фармасиді доктор Туна деген кісі 1920 жылдан 1950 жылдан бастап каштангелмен, чили паприкамен легендарный болып кеткен, Осы шампундармен. Одан кейін олар қазір Нутри плюс қосып 2014 жылдан бастап. Одан кейін 2017 жылдан бастап уже витаминдер қосып бастаған. Себебі неге? Бір жағынан ол кісі қазір өмірде жоқ, немерелер жалғастырып жатыр. Бір жағынан неді? Мына адам не іздеп жүрмейді? Ар жақтан іздеп жүрмейді компания. Коллаген іздеп кетпейін басқа. Мен басынан уже соңғы 3 жыл болды, уже коллаген ішіп жүрмін, Әйтеуір, менің единственный коллагеннің ижрау болған ол айхербтің. Айхербтің коллагенін вообще іше алмадым. Одан кейін компаниямдікі жақсы ішіп жүрдім, бірақ езіп тұратын едім, Қазір біздерде ішетін коллагеннің өзі өте керемет.
яғни бұл жерде ішетінде бар, жуынатында бар, боянатында бар. Сондықтан да фармasi өте керемет жасап қойған. Бірінші табыс бізде регистрация тегін. Бірінші табыс 40 және 60% жеңілдік құрайды. Себебі сіз кірген бойда уже өзіңіздің жеңілдігіңізді аласыз. Сіздерге айтпайды, например, сен, например, 50 мыңға ал, сосын барып жеңілдік ал, жоқ, бір шампунь алсаң да саған 40% скидпен береді. Екінші жеңілдік, ол эксперт клуб. Сіз 25 балл жасасаңыз, онда сізге уже эксперт клуб ашылады. Тағы да мүмкіншіліктер көрсетіледі. Яғни кейбір хитовый заттардан тағы да процент түсіріп береді. Ол да бірақ санаулы заттар, ол көп емес. 25 балл дегеніңіз 35-40 мың. Сен үйде 6-7 адам тұрасың, келін бала, немере, бізде особенно қазақтар көбінесе келін баламен тұрады, или қыз күйеуімен тұрады, қайда бірнеше төрт адам тұрады. Енді жаңағы Японияға ұқсап жалғыз тұрмайды ғой адамдар. Біз қазақ туғандықтан мен, например, баламен келінмен тұрғым келеді деген сияқты. Әркім бір үйдің өзінен төрт адам, бір адамның өзінен шампуны, шуатыны, әркімнің өзінің индивидуальный, или общий қойсаң да, ол бірнеше адам жуылған соң бір айда 2 шампунь кетіп жатады, мысалы айтқанда. Сондықтан да ол эконом. Бізге семьяға бюджет экономдаймыз. И бір жағынан табыс табамыз. Сондықтан 25 балл ол дым емес. Біз өзіміз, ұлымыз екеуміз ай сайын 200 баллды қолданамыз. Ол бір күн оның одеколоны бітеді, бір күн менің духиім бітеді, бір күн менің коллагенім бітеді, оның L-карнитині бітеді. Әйтеуір екеуміз кезектесіп осы жерде омығып, осы әйтеуір заттарды әйтеуір. Онда 7-8 адам тұрған адамның үйіне спокойно 200 балл жасауға болады ғой деймін да. Екінші табыс, ол біздерде именно ол старт программасы да. Бір жақсы жері, бір адамды айтқан кезде, екінші айдан бастап сыйлық алады. Біздер әйелдеріміз сыйлық жақсы көреміз. Мен ең бірінші 28 февраль тіркелдім, ең соңғы күн февраль. Бүгін тіркеліп қал деді. Келесі айдан бастап сыйлық аласың деді ғой. Содан сыйлық кеттім, сыйлық аласың дегенге. Онда бүгін тіркеліп қалайыншы деп тіркеліп қалдым да, келесі айдан бастап уже сыйлыққа ілігіп кеттім. Өте керемет крем для рук, оливковый, сол кезде беріп жатырды. Қазір жаңағыдай морской немен беріп жатырды. Күшті гельді, душа, сізде күшті, денеме өше артық май жақпай, мен обычно денем сушысы құрғақ ет, алып тек рахаттанып суға түстім да. Екінші айда биби крем әлі көпке кетті сол бар ғой, 2 ай жақтым дейінші. Туш. Үшінші айда біздің сыйлығымыз ол духи болды, сенсациям, әлі сеуіп жүрем. Енді біз әйелдер қызықпыз ғой. Бір духи сеуіміз бар, бір 3-4 духи тұрады. Өзімде әйтеуір 5 духи ашық тұрады енді. Себебі әрбір кездің әрбір ыңғайына қарап себебі. Қатты острый кешке қарай вечеринка киіп батсам, легкий парфюмді днем, иногда перед сном я духи сеуем. Өзім бір ұйықтағанда мұрныма күшті, бір нежный, легкий келді. Сондықтан да мен сенсационды до сих пор не қыламын, күндіз сүйем. Әркім не. Сондықтан да бұнда өте иісі керемет духи алдым сол кезде. Қатты қуандым. Осы 4 шақ үшін біздерде адамдар келіп осы 4 шақтарын жасап жатады. 4 шақ жасап жатқандар ары қарай даже өзінің ұлын келін тіркеп тағы да осы шақ алып жатқан адамдарымыз көп. Сондықтан да бұл жерде деген өте керемет. Біздің бір компанияның бір несі. Өзіңе қиған балыңа өзіңе айық шығады. Өзіңнің статусың, например, директор статусы болсаң 25%, лучше өзіңнің персональныйын көбейт. Себебі саған сол түскен объемнан 25% аласың, өзіңнен. Сіз өтсіздер ма? Егер де сіз командаңызбен келсеңіз, мысалы айтқанда, командаңызға алатын болсаңыз, например, командамда менде, например, Тапсила ханымда, допустим, 15%-ке шықты, маған 10% түседі. Потому что общий бөлінге 25%-ің 15%. Бірақ ол менің болашақ директорым. Ол ертең 18-ге кіргенде 18%, одан мен лидерский бонус аламын. Түсінесіздер ма? Бұл жерде барлығы есептеліп тұр. Сондықтан да процентіңізге орай бізде 3%-тен бастайды. Ең бірінші айлығымыз біз 2%-тен басталады. Неден басталады? Жаңағы
3%-тен басталады, 200 балдан. 200 балды сен 4 адаммен жасайсың ба, бір өзің жасайсың ба, 3% айлық аласың. Мелочь, но дұрысынан мелочь. Өйстіп құрттайдан басталады. Егер де сіз осы ай бойы неше адамға сауда жасадыңыз, 400 балға жасадыңыз ба, уже 6%-ге көбейтесіз. Сөйтіп, этажымен көбейте бересіз. Ал сіз директор статусына барғанда, например, сіз даже 18% болып тұрсаңыз да айтар едім, персональный бонусыңызды көбейтіңіз деп. Персональный бонусыңызға да көбейтіңіз. Ол сіздің личный продажыңыз. Помимо команды, да, сіз өзіңіз личный продажыңыз. Ол үшін не істейсіз? Ол үшін дым істемейсіз. Тиктокқа күнде бір, каждый день рилс саласың. Тиктокқа аз-маз тиын саласың. Кейбір видеоларын раскрутить ету үшін. Атақ видеолар. Сол арқылы саған келеді, сені естейді, сен жасайсың, сен аласың, сен қоясың. Рахат. Просто біздерде ерінбеу керек. Оның бәріне біздер мына негізінде бұл онлайн бизнес негізінде ешқандай, например, Алматыда ешкім офис ашып отқан жоқ. Ана шетіне, мына шетіне жетпейміз деп. Бірақ мына Ақтау қаласында біздерде офис бар. Не үшін осындай жаңағыдай тиктокқа платный реклама қояйын деп едім, рилс қалай түсіреміз деген біздер қайта консультация беріп отырамыз. Себебі бұрыннан біз компанияға болдық, біреулер жаңа келіп жатқан шығар да, фармаси бірінші маркетинг шығар келіп отқан. Маған да бір кездерде бірінші болып еді компания. Ең бірінші компания маған да бірінші болды. Ол кезде менде Каша здоровяк дейтін компания жасадым. Вот. Сол сияқты міне 12%, 15%, уже ощутимый процентке жеткенде уже персональный бонустарымды көбейтсеңдер болады. Оның барлық жағын бәрін біз үйретіп көрсетіп отырамыз, Сосын сіз 12%-ке жеткенде компания уже тағы да премия беріп бастайды. 6000 теңге береді, 2 ай 12% болсаңыз, 12000 теңге қояды 2 ай. 15% 2 ай ұстасаңыз, 25500, міне Танзия ханым 15% 2 ай ұстады. 20%-ке жетті де, одан кейін сразу 25-ке басып кетті. Егер де 20% шай отса, 37 мың 40 мыңнан табыс қоса берер еді, Бірақ ол жақта отыра берудің де қажет жоқ. Зато қазір Танзия ханымға 400 мың айлық шығып тұр. Мысалы, соңғы директор ғой қазір, соңғы емес, свежий директор. Енді осы айда күтіп отырық біздерде директорларды. Директор болу ол біздер бәрін үйретіп жатырмыз, көрсетіп жатырмыз, офис тұр, дайын тұр, өте керемет. Енді мен сізге айтатыным да мына жерде, сіздің командаңызға 10 адам тіркелдіңіз, мына жерде лидерский табыс дейтін болады. Міне, сіздің команда келген адамдан көп ақша тапқыңыз келсе, келген адамды 18%-ке мотивациялаңыз. 18% ол 2000 балл, 2200 балл. Сондықтан да оны да командамен, понимаете, ол не обязательно бір адам жасайды. Командамен жасағанда сіздің астыңыздан бір адам 18%-ке шыққан кезде сізге лидерский табыс бастайды. Сіз директор статусында боласыз, ол кісі 2200 балл жасайды, содан сізге 10,5% құлайды. Яғни, мына сіздің бірінші линияңызда адам көп болған сайын лидерский бонусыңыз көбейе береді. Яғни, шақырған адамдарыңыз бәрін 18%-ке мотивация жасай берсеңіз, 18-ге жеткізгеннен кейін ол өзі ары қарай лидер болып кетеді, 18%-ке жеткізіп алғанда сізден бәр беткіден 10%-тен алып отырасыз. Бұл лидерский бонус ең көп пассивный доход деп айтады бұны фармасиде. Ең көп богатый бонус осы именно фармасиде. Осы лидерский бонус. Сондықтан да лидерский бонусқа мотивацияларын лидерский бонусқа olsun. Адамды 18%-ке тартуыңыз керек. Чтобы чегіңіз көбею үшін. Сосын бұл жерде табысты көп табу үшін бірінші линияны көбейтіңіздер. Прям солнышко қылып жаза беріңіздер бірінші линияға. Бірінші линияны көп жазып алып, ол адамды 18-ге мотивация берсеңіз, сіз миллионерсіз. Мысалы айтқанда. Ол үшін біздің қазір таңда, біздің мүмкіндігімізше, Санзия ханым, Рима ханым, мен мүмкіндігімізше біз продукцияны қамтамасыз еткізіп отырмыз. Себебі келген адам, қазір, заказыңызды алып қалдым, 12 күннен кейін алып кетесіз, дегізбейміз. Ұстатып жіберіп жатырық. Оны енді каждый адам істеп отқан жоқ, именно біз осы Ақтау қаласында жасап отырмыз. Осы Ақтау қаласында отырып, әрбір жанұяның бір адам миллионер болғанын жасамыз, біз миллиардер боламыз.
Сондықтан мен келген адамға миллионер болшы деп айтып отырамын. Себебі мен өзім миллиардер болғым келеді. Понимаете? Вот. 7-ші табыс міне, жаңа премия жөнінде айтып жатырмын, иә? Үш каталогтан сен директорский премия аласың. А басқа бір компаниялардан салыстырмалы түрде 6 каталогтан тек не аласың. Яғни сен 6 ай бойы сен директорский объем ұстап отырасың, 5000 балды, содан кейін барып премия береді. Біздерде 3 каталог, яғни 3 ай 3 каталог. Сен директор болып шықтың осы айда. Өткенде Санзия ханым ойлап жүр екен, директор болып шықтым, енді 3 айдан кейін алам премияны депті. Жоқ, директор болып шыққан айың уже өзің осы айыңа қосылып кетеді. Қандай керемет, иә? Санзия ханым 2 ай директор уже 500 мың премия алады. Ай сайын 400 мың айда алады, яғни 400 мың, миллион 200, 500 мың, миллион 700. Бір 4 айдың ішінде адамдардан алғыс ала отырып табатын табыс міне. Миллион қайда жатыр міне? Міне аяқтың астында жатыр сендердің. Кредиттерін жаба алмай жүрсіңдер, рассрочкаларың тұр. Міне аяқтың астында жатқан табысты алып қолданбай отырсыңдар, иә, мысалы айтқанда. Соны қолдануға мүмкіншілік үшін мен қазір осы сабақты записап қалдырып отырмын. Міне. Сондықтан да міне енді қараңыз. Сіздің артыңыздан бір директор шықса, 9 ақ статусы бар жоқ. 9 статус. Бір директор шыққанда сіз бронза боласыз, неңіз көбейіп бастады. Иә? Премияңыз көбейіп бастайды. Екінші директор шыққанда сіз золотой директорсыз. Ал үшінші директор шыққанда сол золотой директор болып қала бересіз. Төртінші директор шыққанда сіз платина боласыз. Әрбір статусқа беріледі премия. Платина болған кезде сіздің айлығыңыз 700-800 мың болады. Премияңыз айлықтан бөлек, допустим, осы айда, например, сен премия аласың да, 800 мың айлығың болады, еще 1 миллион 100 премия құлайды. Сен сол айда 2 миллион алып шығасың. Сен бар жоқ 4 директорды нарашник етіп, соны 3 ай ұста, сен уже миллионерсің. Бұл компания, мен айтпаймын қазір, жүгіріп бар, давай Феверликке кірейік те, сол жерде миллионер болайық деп. Феверликте уже каждый второй кіріп кеткен. Ал бізде фармасияде қазір истоке 1%-десіңдер. 1,990 дейтін болады. Қазір бұл 1%-де бүткіл Қазақстан бойынша 1% әлі кірген жоқ. Яғни сіздер әлі де миллионер. Истокта тұрсыңдар, иә, компанияның. Сондықтан да келесі статусымыз платина болып тұра бересіз. 5-ші, 6-ші, 7-ші директор шыққан, 8-ші директор шыққан кезде сіз уже изумрудсыз. Изумрудтың уже көріп отырсыңдар жаңағы несі 3 миллион, табысыңыз 1,5 миллион, неңіз жаңағы премияңыз 3 миллион 300. Енді мынау қазір курс көбейтесің, одан да көп кішкене курс көбейген сайын. Біздің бір жақсы жері, мына инфляция деп қорықпайсыңдар, доллар өссе, сендердің нелеріңіз де өсе береді. Потому что біз белорусский рубльмен алып отырмыз. Доллар өскен кезде олар да өседі. Соған орай сенің табысың да өсе береді. Тек теңгемен байлап тастаса, тамақ баттай береді, таңлар, ана байланған немен отырасыздар, қазақстанский проектілерде, да? Теңгемен байлап тастайды, сол теңгемен қала бересіздер. Ал бұл жерде курс өскен сайын бір рақат жері сол екен. Табысың да өсе береді екен. Сондықтан да біз елден қалмайды екенсіңдер. Бриллиант статусы 12 директор, 5 миллион 700 премия. Вице-президент 16 миллион, 16 директор, 10 миллион премия. Одан кейін 20 директор, ол 23 миллион. Гранд премьер директор, ол 30 директор, 66 миллион премия, ай сайын 33 миллион теңге. Қандай керемет, ай сайын 13 миллион алсақ, не істер екен? Не істер едік? Интересно. Ал босс директор, ол, яғни сенің 30 директор шығады, соның ішінде 12-сі бриллиант жеткен кезде сен босс директорсың. Осы босс директорды бір осы Қазақстанда отырып жасау мүмкіншілігі бар. Себебі бізде 20 миллион халық бар, иә? 20 миллион халықтың ішінде бұл жерде тек 30 адам сізге керек. 20 миллион адамның ішінен 30 директор болатын адам тауып алу, давайте 3 жыл дейікші. 3 жылдың ішінде сен осы босс директор боласың. Сен егерде табанды болсаң, сен адал болсаң өзіңе, сен
осы жерде фокусың тек осы фармация болса сен жетесің. Қайткен күнде де бір жерде отыра берсең сен сол жетістікке жетесің. Сондықтан да ешқандай бұның 30 адам тапсаңдар болды 20 миллион адамның ішінен. Енді қарап отырсаң 20 миллион, даже Түркменстанда 4 миллион ғой, например, население, да? Бізде 5 есе көппіз одан. 20 миллион халықтың ішінен 30 адам табу дейтін. Миларыңды соған сендіріңдер. 20 миллион халық бар ғой деп. 30 адам неужели таппай? Мен табам деген сайын тамам жұрттарыңызбен жетесіңдер оған. Сондықтан да 8-ші табыс көзі бұл вообще күшті. Каждый директор шыққан сайын саған 70 мың беріп тұрады. Сен бір айда 10 директор ал, помимо айлық, помимо премия, одан бөлек саған айлық келіп отырады. Қандай керемет директор шығарған? Сен өзің бірінші директор шығару үшін бірінші өзің директорлыққа жетіп алу, ол 5 мың балл, онда да командамен. Бұл жерде ешкімге айтпайды, жалғыз өзің жаса, жалғыз өзің тасы деп. Одан кейін бізде де тегін саяхат, 3 түн 4 күн керемет тегін саяхатқа қазіргі таңда Рима, Рита біз жеттік. Енді Санзия ханым біздің табанымызды аяғымыз басып келатыр. Енді әлі де уже біздерден үлгі алып жатқан қыздар да бар, претенденттер көп. Сондықтан да келесі директорларымызды да құттықтауды берсін бізге. Өте керемет болды деп айтып жатыр. Айтқан адамдардың біз отзывтарын жіберіп жатырық. Енді айта алмай отыр ғой, қандай керемет гостеприимство. Одан кейінгі сол директордан кейін уже автобонус құйып бастайды сізге, автомобильге бөлек ақша аударады. Одан кейінгі табыс білім жылдық өсу бонустарын енді қосылады 26 жылы. Ал поп ашу туралы көп айтқым келіп отқан жоқ. Ол поп дейтін не ғой? Қосымша табыс. Мен өзім поп ашатын болсам, сразу складчикке жұмысқа алар едім. Барып товарды аласың, таратасың, айлығың 300 мың дер едім. Себебі попты ашқан кезде мына 1 миллионға товар келді ма, 2,5% аласың, иә? Мен, например, поп ашсам, мен 7,5% алар едім. 4% алар едім. 4 емес, 3,2%. Бізде 3 миллиондай товар бар беріп тұр ғой. Бірақ оның бәріне не керек? Энергия керек, оғанда жұмыс керек, ол үшін да бір жаңағы мен онда кішкене жұмысым қиындар еді. Сен ана барып товарды аласың, жан жаққа жібересің деген сияқты. Ол үшін бір отдельный жұмысқа адам алар едім. Сосын барып ашар едім попты. Сен ол кісіге айлық беру үшін. Сондықтан да мүмкіншілік бар. Бұл жерде табыс табу нелері. Сондай керемет мүмкіншілік, осы мүмкіншілікті осы қазір мен осы сабақты қоямын. Сол сабаққа жаңағы табыс табам деген адамдарға записьті қалдырамыз. Сол. Енді 30 адам дейтін ол реально, оған тек өзің сенуің керек, өзің сенгенің, миың сендіргенің, миың сендірсең, өзің жетістікке жетесің. Сұрақтарыңыз бар ма? Негізінде жаңа адам алып келуге тырысыңыздар. Неде сұрақ жоқ болса, қазір мен записьті тоқтатайын.